Мына ушу өзүбүздөгү кыргыз ат экен. Чаар жылкы, бою 1.55 тегереги. 200 миңге содалып сатылбады пока. Мына азыр дагы деле содалып турат, ошо 200гө сатылбай турат. Бою ошо 1.55 айланасы жылкы экен да. Чаар кыргыз ат экен да. Базарга кирер менен адам топтоп содалап аткан учуру 160 миңден пока берилбей турат. Мына ушу 3 тай. Ар бирин 160тан дейт. Сатуучу байкелер 250 миңден дейт бирөөсү. Бирөөсү 250 миңден дейт тайлар. Бойлору где-то 1.50ден өйдө тайлар. 250 экен, 250ден дейт. 160тан бирок пока бербей турат. Мына базарда эрте мененки мына күн чыгып аткандагы соода. Мына ушинтип буюрса 3 август воскресенье базар күнкөдө келип калдык. Адаттагыдай эле Сокулук жылкы базары 2025 жыл. Видеого лайк басып туруңуздар. Ушул базардан көптөгөн жылкылар жакшы бага сатылат тугандар. Анан чоңдору да көп кирип калат. Мына ушул аттын бою канча жигит нан? 1.65тен өйдө көк түстөгү ат экен. Жашы канча бунун? 4 жаш. Баасы 550 миң, где-то 6,5 долларын тегереги. Доллар бизге 84 жарымдан. Тай канча тай? Тай 250. Жашы канча бунун? Жашы 1 жаш экен. Бул кароңдөгү тай экен. Бул аттын баасы 550 экен. Алдыракчы жетилеп кой. Ой. Портерди өткөрүп коелу. Мына атты байкап көрүңүздөр. Аттын колдору. Пародасы кандай мына аттын? Так, номерин айтып кой жигит. Номер 505 0505 376 754. Мына. Аттын чоң азыр базардын эң алдыңкы чоң аты ушул. Мына жерде эл топтоп соода кылып аткан ат окшойт. Баасын деле сурадым. Жаңгасы канча дейт баасын? 10 миң доллар, машалла. 10 миң долларга ат келип калыптыр бизде. Кара кашка өңдөгү ат экен. Жоонуна. Машалла, мына 10 миң долларлык аткар элдин баары топтоп турган учур. Азыр ким канча соода берген пока мен деле көргөн жокмун. Кап-кара кашка экен. Бакыт байке, сизге окшойт кандай? Жакшы. Эң күчтүү ат сизге окшойт базарда, Кудай кааласа. Бою канча ушунун? 1.76 деп алган, 1.75ке өлчөп алат. 1.75ке, машалла. Элдин баары кызык турган учур экен да. Жашы канча? Жашы 7ге толуп 8-ин чөйүн жеп атат. Бир номерди айтып коюңчу ушуга. 777 0777 17 58 68 Мына базардын эң чоң күчтүү ат экен, азыр жан келди. Гарантия укалды. Лапылар либойга. Мына 10 миң долларга либой жагына гарантиясы менен турган. Өтө мыкты ат экен тугандар. Мына бунун пародасын сурагам, пародасы кандай? Чиста сласка. Европадан келди, а? Европа, Польша. Польша мына. Эгеси ham күчтүү. Ээсинин пародасы кандай деле? Ээси да. Мына күчтүү ат тугандар, байкап көрүңүздөр. Самир байке тайды биринчи алдыга сиз тапкан эле койгон тайда. Өзүң номерин кой, өзүң сат. Коюңчу каякта айта бересиз. Жашы канча бу тайыңыздын? Жигит. 300 миң дейт. Кыргызча 300 миң сом. Бунун жашы канча бунун? 1 жаш. 1 жаш. 2 ай. 2024-кө баасы 300 миң сом. Бою деле бойлуу тай экен да. Базарда сурап жаткан баасы 300 миң сом экен. Жана эрте менен мына ушул тайлар соода болуп, соодасы пока келген жок. 250 миңден деп сурап жаткан. Бирок пока сатылбаптыр. 4 тең турат окшойт. Же 3 беле. Базарда негизи бир аз сындуу тайлар келсе, сразу элдер колун кармап соодалашып баштайт. Элдин баарына эле негизи жакшы тай алгысы келет, жакшы жылкысы кармаа келет. Мына. Бир 3-4төн кармаганча жакшысынан бирөөн кармаган артык дейт го. Мына. Канча деп атасыз буну? Буну 170 сурап атам. 170 Полторашка.
Ну, сарысычы? Sarını 100 lira oldum. 100 а? Бойлары қанша бұлардың? Mantı 1.58. Karanlık. 1.58 а? Mantı 45. Нарқы 1.45, 170 мына. Қара өңдеусін көріңіздер. Қара жана ар жағында да тұрады. Балаларын айтпар, номерін қалтырып қойым. Азыр біреу қызығып сұрап атады. Если сатылбай қалса, чала бересіздер. Бұты қолдары мына көріп тұрасыздар. Bir номеріңізді айтып қойыңыз. 550 мен Аха. 04 46 05. Мына. Көріңіздер. Жаққан болса, мына арт жағынан көрінсі, біреу кичірек, қарасы чоңырақ екен. Ardan var. Мына, ең басын паузан қой бердім. 57 мыңден, а? Büt 57 milyon. Пүтті, бар жоқ, а? O. 3-4 алса, біреуін қош бербейсіз бе? Арзан айтатысыз жоқ. Bağlar süleşer çöp. Да, түшіп бересіз бе 57-ден, а? Niye onu yazıyor? Мына, тайлары бар жоқ, а? Vardı Kıtaylar. Еркек ұрғачы ба? Erkekler var. Мына. Арзан тайлар, базардың ең арзан тай мына ұшып айкеді. Номеріңізді айтып қойшы бері. 0772 Аха. 77 Аха. 78 83. Мына. Базардың ең арзан тайы көре бересіздер. 57-ден да түшіп береді екен. Süleş yolları var. Мына еркек тайлар. Көріңіздер. Советбайке ең арзан сататын жерде. Арзанырақ негізі ақшасы жөнді тайлардың бірлерінен мына. Қаншадан алатыныз? 80'den. 80'den еркек тайлар екен. 80 мың сомнан ақшасы жөнді тайларына 80 мың сомнан. Қап-қара өңдеген 3 өтен. Бұл жағы отдельный базар болып кеткен бізде мына. Соқұлдың навесінің ішіне оптом сатушылар ұшыл жақап келіп қамап қойды. Үйірменен ап келіп сатам дегендерші. Ошының ішіне айлантып, қармап, саты бершеді азыр. Бұл жақта асылмам чарба белер ұқшайды. Балар қанша екен шептер бұлар балар? 120 байталдар екен, а? Белер ба? 120 мың екен белер. Белер балар. Мынандай бе негізі көптен бері түшеле келе базарға. Өте чоң бе екен. Мына ұшы бейінің бойы қанша жаман интересный о чоң ғой. Bunun boyu 170 yakın. 170-ке жақын екен. Жашы қанша екен бұның? 8 yaşta olacak. 8 жаш. Азыр боз да ұшында. Точно biliyor. Бағасын қанша жатасыз? 230. Номеріңізді айтып қойыңызшы бір. 990 Аха. 556 Аха. 176. Мына местный жылқы? Местный, а? Мына бұты қолдары. Көптен бері ұшындай бей көрлекпіз, бірақ мұнан формасы жақшы бейлерден көрінеді. Бағасын айтты оқшайды. Бағасын қанша дедіңіз, ле? 230. 230, бағасын айтты мұна. Мен де есімен шығып қалдады. 230 мың сом сұрады. Бейінің бойы 170-ке барабар дейді қой. Базарда туғандардың аушындайша жаңылықтар. Лайк басып, подписка таштап, каналға поддержка қойыңыздар. Бұйырса ұшы каналда жақшы жылқарды көрсетеміз. Жаңағындай туш келділе кейіркіден тарта бербейсіз. Бағанда бұты қолы бұрақчы болса ден соғылы жаман несілерді шығарады да бізге. Мұндай тартып қойғаны айтпайлы қой деп. Ошол жерге барып эле сразу қайтып кетемін да мен. Андай ашық айтпасаң мен анда тарта албайм деп эле коям да. Мисалы көп жерлерге барып коям, буттары бұрақчы болса өпкөдөн кеткендер мисалы билинбейт да видео тарткандарчы. Акырын кармап койсочу анан айтабыз. Байке андай кыла албайбыз, каналга жалпы болот деп, ошон үчүн жакшы гана мощный жылкар тартып көрсөтөбүз туугандар.